Саламатсың ба оқушы? Бүгінгі сабаққа қош келдің. Балалар, үйден сендер WhatsApp желісіне ұсынылған сілтеме арқылы берілген бейне жазбаларды көріп, ұсынылған қосымша материалдарды қарап, 22-ші параграф Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы тақырыбын оқып келген боларсыздар. Олай болса, балалар, бүгін сыныпта біз осы жаңа сабақты талқылаймыз, талдаймыз және білгенімізді жинап қорытындылаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы. Бүгінгі сабақта, балалар, Ахмет Байтұрсынұлына қазақ тілі білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде баға береміз. Балалар, суретте бейнеленген тұлғаны анықтап, оның кім болғанын жаз. Дұрыс, балалар. Ахмет Байтұрсынов ұлттың ұлы ұстазы, ағартушы ұстаз, тілші ғалым, аудармашы, ақын, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы. Ахмет Байтұрсынов өз халқын сүйген патриот адам. Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысының Торғай өңірінде дүниеге келген. Мен Торғай уезінің Тосын болысындағы нөмірі 5 ауыл қазағының баласымын. 1886-1891 жылдары 2 кластық Торғай училищесінде оқыдым. 1891-1895 жылдары Орынборда оқыдым. 1895 жылдан Торғайдың әр жерінде бастауыш училищелерде, мектептерде жұмыс істедім деп жазған екен. Ахметтің 13 жасында оның әкесі Байтұрсын ауылына келіп, зорлық-зомбылық көрсеткен уез бастығын сабап, 15 жылға бас бостандығынан айырылып, Сібірге каторгалық жұмысқа айдалады. Осы оқиға Ахметтің ертерек күрес жолына түсуіне себеп болған екен. Балалар, суретте тұлғалардың есімін ата, және үшеуінің атқарған қызметі қандай? Дұрыс, балалар. Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов. Бұл тұлғалар, балалар, Алаш партиясының жетекшілері болған. Балалар, келесі орындайтын тапсырмаларың Ахмет Байтұрсыновтың тұлға болып қалыптасуына әсер еткен факторларды атаңыз. Алдарыңызға кесте ұсынылған, жылдары берілген, яғни осы жылдары Ахмет Байтұрсыновтың тұлға болып қалыптасуына әсер еткен факторларды қасына жазасыздар. Орындап болсаң, жауабыңды тексер. Балалар, келесі тапсырма Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылық мұрасы мол кестесін толтырасыздар. Яғни ол жерде сіздер әдеби мұрасын жазып шығу керексіздер. Әдеби мұрасы берілген, енді сіздерге жылы, қаласы, мазмұнын жазып шығу керексіздер. Орындап болсақ, балалар, келесі тапсырмаға өтеміз. Яғни қазір 3 топқа бөлінеміз, және сол топтардың тапсырмасы Ахмет Байтұрсынов қазақ тіл білімінің негізін салушы екен талдаймыз. Екінші топқа берілген тапсырма Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми саяси шығармаларын анықтаймыз. Үшінші топтың тапсырмасы Ахмет Байтұрсыновтың қоғам қайраткері ретіндегі рөліне баға береміз. Дескрипторлар берілген, осы дескрипторларға сай тапсырманы орындаймыз. Іске сәт. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды еркін микрофон әдісі арқылы бекітейік. Келесі оқушы
кезекпен тілші қызметін атқарып, оқушыларға сұрақ қоясыз. Ал оқушылар сіздер тілшінің сұрағына жауап бересіздер. Бірінші сұрақ: Ахмет Байтұрсыновтың өмір сүрген жылдары. Алғаш жарық көрген кітабы қай жылы? Ахмет Байтұрсынов әліпбиді қандай тілде жазды? Берілген дескрипторларға сәйкес осы сұрақтарға жауап береміз. Балалар, сұраққа жауап берген болсаңдар, жауаптарыңды тексереміз. Балалар, бүгінгі қорытындылау ретінде сендерге үйге тапсырма берілген болатын. Шығармашылық тапсырма қазір сыныпта орындайсыздар. Соңғы хатын үйде тыңдағандарың бойынша топтарға тапсырмалар беріледі. Яғни суреттейсіңдер, хаттан түсінгенін айтасыңдар, хатқа жауап жазасыңдар. Балалар, олай болса, Ахмет айдаудан 1934 жылы босатылды. Бұдан соң ол ешқандай мемлекеттік жұмыстарға араластырылмады. 1937 жылдың 8 қазанында Алматыда қайтадан тұтқындалып, 1937 жылы желтоқсанның 8 күні жазықсыз атылды. Қазіргі кезде республикада көптеген мектептер және көшелер Ахмет есімімен аталады. Қостанай қаласында оған ескерткіш орнатылды. Қостанай педагогика университеті Ахмет Байтұрсынов есімімен аталады. Балалар, бүгінгі сабағымды Ахмет Байтұрсыновтың мына сөздерімен аяқтағым келіп отыр. Қазағым елім, қайқайы белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзінде оянып. Балалар, сендер де осындай Ахмет Байтұрсынов сияқты ұлт ұстазы, ұлы тұлға болып қалыптасуларыңа тілектеспін. Сабақ аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.